Açık jaralaymız. Spor denсаулық кемелі тақырыбында өтетін гандболдан қыздар арасында жарыс ережесін мен таныстыратын. Гандбол өздеріңіз білесіздер ме? Кім мықты сол жеңісін алады, жапсырады ойын көрсетіп, бір-бірімізді ұспаймыз, өздеріміз ережесіз жағдайлардан өздерін таныстырады, білесіздер, солармен алып барлықтарыңызға сәттілік. Келесі сөзіміз мектеп директорының бейімдік оқыту ісінің орынбасары Құрманбаев Ұзақбай Төлбайұлына берілді. Ал құрметті оқушылар, ер есімі ел есімде деген қазақта мәтел бар. Көңілден шыққан, жүректен шыққан ерлік отанын қорғау жолында. Отан қорғау өте елдің елінде болсын, өз елінде болсын, ол ерлік тәрбиенің жемісі, ол ерлік ешқашан өлмейді. Ал бүгінгі қыздар арасында гандболдан біріншілік мектепшілік басталды, іске сәтті. Енді біздің мектебіміздің түлегі, спортшы түлегі байқағанда облыс аудан жұмысымыз Нарымбетов Алина қызымыз кеп қапты. Бұл ең бірінші біздің мектепте жеңімпаз қыз 2008 жылы. Спортшы түлегі. Спорт денсаулық кепілі дейік. Қыздар тек қана алға. Ең күшті, ең мықты команда жеңіске жетеді деген ойдамыз. Ал енді Қазақстан түкті Қазақстан Республикасының ең бүркі білетін баста. Ал түкті Боксы профессор. Встречается команда.